Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті қатысушылар. Мен осы Панатур бағдарламасы бойынша былтыр сіздерде мектепте қызмет жасайтын мұғалімдерге курс өткізген болатынмын. Сол кезде жаңағы айтып өтті ғой, бекжет бағдарламасына қалай 3D турды енгізуіміз қажет, барлығына қолжетімді болу үшін. Сол себепті кішкене машықтау түрде сіздерге практикалық түрде көрсетіп өткім келіп отыр. Демонстрация экраны қазір қоссам. Көрініп тұр ма сіздерге менің браузерім қазір? Көрініп тұр. Көрініп тұр. Мына жерде енді қарасаңыздар, begjet.com сайтына мен кіріп отырмын, көріп отырсыздар. Бұл бір айға тегін берілетін. Бір айдан кейін жаңағындай ақша төлеуге болады, яғни ол өте арзан, жаңағындай 1500 теңге ма, сондай ғана шығады. Бір жылға дейін алсаң, бір жылға жаңағы 1500 теңге ғана болады негізі. Былай бір ай сіз тегін пайдалансаңыз болады осыны. Енді бұл жерде қалай регистрация жасау керек, соны көрсете кетейін. Мына оң жағымызда міне регистрация деген кнопка тұр. Осы регистрация деген кнопкаға басасыздар. Басқаннан кейін өте оңай. Мына жерде өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз, мына жерде телефон номеріңізді жазасыз. Сосын емейлді нақты түрде жазасыз, өзіңіздің жаңағындай қолданып жүрген почтаңызды, электрондық почтаңызды. Регистрация жасағаннан кейін сіздің почтаңызға осындай LTD Begjet дегеннен хат келіп түседі. Бұл жерде біз нені көріп отырмыз? Бұл жерде бізге панель управления, осыған доступ берілетін логин және пароліміз келеді автоматты түрде. Осы логин пароль арқылы сіздер мына begjet.com тегін хостингісіне жаңағындай кіресіздер. Мен мына жерде міне уже кіріп отырмын. Сондықтан панель управленияға бірден кіремін. Осы жерде бізде файловый менеджер дегенмен жұмыс жасайтын боламыз. Онымен қалай жұмыс жасаймыз? Бірінші сіздерге Панатур бағдарламасын көрсете кетейін, бір кішігірім жаңағындай 2 картинкадан тұратын тур ашып, қалай оны осы begjet.com хостингісіне жаңағындай енгіземіз. Соны көрсете кетейін. Ол үшін Color Panatur бағдарламасын ашамыз. Көрініп тұр ғой, экраным? Жаңағы бағдарламаны бәрін ашып атқаным. Осы жерде ашқаннан кейін өзіңіздің жаңағы дайындап қойған 3D панорамалық суретіңізді таңдайсыз. Яғни менде бұл жерде курс өткізгендіктен барлық суреттерім дайын тұр. Екінші суретті таңдайын. Мына 2 суретті таңдадым. 2 суретті таңдағаннан кейін жаңағындай кішігірім не жасай салайын қазір. Нүкте қоя салайын. Одан кейін осыны біз сақтаймыз. Осыны сақтағаннан кейін мына жерге KRG деп жазам. Не болмаса енді сіздердің қатысушыларыңыз әртүрлі атты жазуға болады, енді өздеріне байланысты. Осы жерде сақтап алайын. Сақтап алғаннан кейін жаңағындай визуалды түрде осы жерде көруге болады жаңағы панорамалық суретімізді. Мына қарап тұрсаңыздар, мына панорамалық суретіміз, біздің 3D панорамалық суретіміз. Мына жерде көрініп тұр. Енді қараңыздар, осы ссылканы қазір мен сіздерге алып зуммен жіберетін болсам, бұл ссылка сіздерге қолжетімсіз болады. Бұл 3D панорамалық программаны мен қазір жауып тастап, осы ссылка арқылы ашатын болсам, бізде ошибка шығатын болады. Неге? Өйткені бұл бағдарлама жұмыс жасап тұрған кезде ғана сіздер визуалды түрде көре аласыздар бұл картинканы. Енді бұл сіздерге қол жетімді болу үшін, басқа адамдарға да қол жетімді болу үшін, оны begjet.com тегін хостингісіне енгізуіміз керек болады. Мен қазір мына жерде Панатур бағдарламасындағы жобамызды сақтаған кезде, ол бізде мынау изображение деген папканың ішіне түседі. Мені көрдіңіздер ғой, жаңа мен сақтаған кезде KRG деп жаздым, автоматты түрде мені KRG data, KRG HTML деп мына жерге 2 осындай құжат пайда болды. Енді қараңыздар, мен мына жердегі визуалды түрдегі жаңағы сілтемені көшіріп алам. Көшіріп алғаннан кейін мынау Панатур бағдарламасын жауып тастайын. Енді осы ссылканы қайтадан көріп, визуалды түрде көрейін десем, бұл уже бізде нететін болады. Жаңағындай жұмыс жасамайтын болады. Неге? Өйткені Панатур бағдарламасы бізде жабық тұр. Енді осы жұмыс жасау үшін жаңағындай басқа да
мұғалімдерімізге, жаңағындай қатысушыларымызға, басқа да жаңағындай сіздердің мектептеріңізге, не болмаса туған өлкелеріңізге саяхат жасау үшін енді неше түрлі адамдар кіреді ғой. Соларға қолжетімді болу үшін осы begjet.com сайтына жаңағы екі құжатымызды жобамызда тұрған. Соларды енгізу керек болады. Ол үшін біз begjet.com сайтына кіреміз. Осы жерде файловый менеджер деген папкаға басамыз. Файловый менеджер папкасына басқаннан кейін қазір бізде мына жерде папкалар ашылатын болады. Бұл өзі осындай кішкене ұзақтау жұмыс жасайды. Осы begjet.com кішкене шыдамдылық керек. Не болмаса енді интернеттің жылдамдығына да байланысты шығар. Бізде қазір жан жақта нелер болып отыр, зумдар. Сондықтан кішкене интернетіміз нашар болып тұр. Міне бізде көріп отырғандарыңыздай жаңағындай папкаларымыз ашылды, иә. Осы жерде жаңағы өзіңіз регистрация жасаған кезде, мына жерде айттым ғой, міне Алмас КТВ деп тұр, иә, менде. Сондай өзіңіздің атауыңызбен осындай папка болады. Мысалы, менде регистрацияда Алмас деп жазғандықтан, менде Алмас КТВ begjet деген папка тұр мына жерде. Сол папканы тауып аласыздар. Осы папканы тауып алғаннан кейін public html деген папка болады ішінде. Осы public html деген папкасына екі рет басасыздар да, осы жерге жаңадан папка ашатын боласыздар. Жаңадан папка, яғни оны қалай ашамыз? Мына жоғарғы жағында мына новая папка деген тұр. Осы новая папкаға басасыз. Мына жерге енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша жазуыңызға болады. Мен мысалы мой край деп жазамын. Мой край деп жазамын. Енді сіздер бұл жерде өздеріңіз білесіздер қалай жазсаңыздар. Енді осы мой край деген папканы ашамыз. Осы папканың ішіне біздің жаңағы Панатур бағдарламасынан пайда болған жобамыздың құжатын, мына екі жобамыздың құжатын сол жерге енгізуіміз керек болады. Оны қалай енгіземіз? Бірінші мына екі құжатты архивтап аламыз. Міндетті түрде мынау KRG HTML деген мынау файл міндетті түрде екеуі бірге жүру керек. Әйтпесе ол сіздерде жұмыс жасамайтын болады. Архивтап алғаннан кейін атауын өзгертеміз. Мына папка бойынша KRG деп жаңағы жобамыздың аты бойынша өзгертеміз да қайтадан begjet.com бағдарламасына кіріп, осы архивталған документімізді енгізетін боламыз. Ол үшін новая папканың жанында загрузить файлы деген бізде папка тұр. Осы папкаға басамыз. Одан кейін browsers деген папкаға басамыз. Осы жерге басқаннан кейін жаңағы өзіміздің құжатымыз қай жерде тұр, сол жерден жаңағы архивтаған документімізді тауып аламыз да открыть деп осы жерден загружать етеміз. Яғни загрузить деп басамыз. Загрузить деп басылды. Одан кейін закрыть батырмасын басамыз. Одан кейін осы архивталған құжатымызды қайтадан распаковать етеміз. Ол үшін мышканың оң жағын басамыз мына жерге. Одан кейін распаковать архив дейміз. Распаковать архив дегенде сіздерге мынандай сілтеме шығатын болады. Осы сілтемені осы жерден копировать етіп алсаңыз болады бір жолата. Не болмаса распаковать етілген мына жерден де копировать етіп алса болады. Негізі ең ыңғайлысы жаңағы распакование жасап жатқан кезде копировать етіп ала салған жақсы. Енді қараңыздар, жаңа біз копировать етіп алдық қой сілтемесін. Одан кейін ол сілтемені копировать етіп алғаннан кейін жаңадан адресный строканы ашамыз да осы жерге қоямыз. Осы жерге қойғаннан кейін қараңыздар, мынау алғашқыда тұрған таяқшаның бәрін өшіріп тастаймыз. Одан кейін мына жердегі public html деген жазу тұр ғой. Осы public html деген жазуды өшіріп тастаймыз. Таяқшаға дейін. Одан кейін мой край дегенден кейін қайтадан таяқша қоятын боламыз, яғни слэш. Слэшті қоятын боламыз. Слэшті қойғаннан кейін қараңыздар. Мына жерде бізде KRG HTML деген жаңағы документіміз осы жерге келіп түсті. Және де KRG data деген документіміз келіп түсті. Енді осы жердегі мына KRG деген сөзді жазасыздар да .html деп әрқартай жалғастыратын боласыздар. Мысалы қараңыздар, KRG .html. Енді ол жерде сіздерде басқаша болуы мүмкін. Мысалы KRG деген орында балқаш деп жазылуы мүмкін. Мысалы жезқазған деп жазылуы мүмкін. Енді ол әрбір жаңағындай тур жасап атқан, жоба жасап атқан адам қалай жазады, соларға байланысты. Өйстіп жазып болғаннан кейін жаңағы enter батырмасын басатын болсақ, біздің жаңағы Панатур бағдарламамыз қолжетімді болады. Яғни мен қазір осы ссылканы алып сіздерге зуммен
Zoom-ның чатына жіберетін болсам, сіздер де мысалы кіре беретін боласыздар. Сіздерге Zoom-ға жібердім осы ссылканы. Жаңағыда ашатын болсаңыздар, сіздердің де компьютерларыңыздан ашыла беретін болады осы жаңағы виртуалды саяхатымыз. Ал егер жаңағы Панатур бағдарламасында тұрған сілтемені алып жіберетін болсаңыздар, ол басқа жерге қолжетімсіз болады. Сондықтан барлық жерге қолжетімді, барлық адамдарға қолжетімді болу үшін осындай begjet.com хостингісіне енгізуіміз керек болады жобамызды, Панатур бағдарламасындағы жобамызды. Қазір сіздерге Zoom-мен жібердім сілтемесін, ашып көрсеңіздер болады компьютерларыңызда. Қандай да бір түсінбеген жағдайларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Сіздерге білгенше жауап беремін. Енді бұл хостингқа салу оңай нәрсе. Көп түсіндіруді де қажет етпейді. Жаңағы ең бастысы begjet.com бағдарламасында регистрация жасау. Одан кейін Панатур бағдарламасындағы біздің жаңағы жобамыздың құжаттарын архивтап алып, осы public HTML-дің ішінен жаңадан папка создавать етіп, соның ішіне енгізіп, қайтадан распаковать етіп, сосын адресный строкаға сілтемесін дұрыстап жасап жіберсеңіздер, ол бүкіл адамдарға қолжетімді болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сәлеметсіздер, Жезқазған қаласының бір сұрақ бар еді. Жаңағы бірінші рабочий столдағы колор программаның атын айтып жүріңізші, көрінбей қалды бізге дұрыс. Қазір айтып жіберейін. Color Panatur Pro деген программа. Бұл программаны қазір ашайын. Panatur Pro. Міне Panatur Pro V200-де 64 бит. Яғни 64 бит дегеніміз, ол сіздердің компьютерларыңыз 64 бит болса, яғни мына жерде устройство компьютеріне кіріп қарасаңыздар, 64 разрядный болса системаңыз, онда осы программаны орнатасыздар. Жаңа 64 бит дегенін көшіріп алып. Егер 32 бит болатын болса, 32 биттігін көшіріп алып орната бересіздер, жұмыс жасай береді. Жақсы, рахмет. Негізі 3D тур неше минутқа болу керек? Түсінбедім. 3D тур неше минутқа болу керек? 3D тур неше минутта болу керек дейсіз, енді ол положение сіздерге жіберілді ма, жіберілген жоқ па? Мен положениясы менде жоқ. Жоқ, ережеде уақыты көрсетілмеген. Негізді былай қарап отырсаңыздар, қысқа болады, 2-3 минут өйткені ондай көп мәлімет жоқ, ұзақ 3D тур. Сосын бұл бағдарламада жаңағы даусымен жасауға болады ғой, музыкамен, даусымен. Иә, бұл бағдарламада барлық мүмкіншіліктері бар. Яғни музыка қоюға болады, картинка қоюға болады, жаңағы 3D панорамалық суреттегі, мысалы сіз өзіңіздің туған өлкеңіздегі бір қандай да бір ескерткішті алатын болсаңыз, сол ескерткіштің үстіне басқан кезде жаңағы ескерткіштің жазуы кең көлемде көрсетілетін қылдырықты алуға болады. Яғни мысалы бір қандай да бір музейіңіздағы бөлмеңізді алып, сол музейдің ішінде телевизор тұратын болса, сол телевизордың ішінде жаңағыдай видео ойнап тұрған сияқты да келтіруге болады. Бұл жерде барлық мүмкіншілік бар. Соның ішіне видеоны кіріп, видеоны қосуға болады, да? Иә, видеоны да қосуға болады, дауысты да қосуға болады. Көп нәрсе қосуға болады бұл бағдарламаның ішінде. Яғни ол сіздің жаңағы жасайтын қатысушыңызға байланысты, білімділігіне байланысты ғой. Егер жақсы білсе бұл бағдарламаны, бұл бағдарламада көп мүмкіншілік бар. Өйткені сіз жай несін былай панорамасын ғана көрсеттіңіз. Иә, мен енді бұл жерде нақты мақсатым, бұл жерде жобаны begjet.com сайтына енгізіп беру ғой. Жаңа қолжетімді болу үшін барлығына. Егер сіз мына жерде жобаңызды жасап, осы жердегі жаңағы визуалды түрде көрсетілетін ссылканы жібере салсаңыз, ол басқа жерге қолжетімсіз болады, ол ашылмайтын болады. Ол бағдарлама орнатылып тұрған, яғни жаңағы сіздің документіңізде, компьютеріңізде тұрған жаңағы жобаның папкасы бар ғой, KRG, жаңағы KRG дата деген, сізде ғана ашылатын болады, басқа жерде ашылмайтын болады. Басқа жерде ашылатын болу үшін жаңағы begjet.com сервисіне, хостингісіне, яғни енгізу керек болады жаңағы папкаларыңызды. Сол кезде ол маған да,
мысалы доступно болады, басқа да адамдарға доступно болады. В общем, ссылканы кімге жібересіз, солардың барлығы жаңағы саяхат жасай алады ғой. Иә. Ал егер сіз ол жерге енгізбейтін болсаңыз, ол басқа жерде ашылмайтын болады. Яғни біз көре алмаймыз, басқа адамдар да көре алмайтын болады. Тек сізге ғана доступно болады. Здравствуйте, Алмаз. Извините, у меня один вопрос по поводу этой программы. Данная программа является бесплатной, я так понимаю, или все же платная? Программа бесплатная является. Насколько я знаю, Color Panatur Pro, если работать в бесплатном режиме, там появляются голограммы. Ну, то есть, когда вы создаете... Если вы не информатик, либо программист, да, здесь много, там, в Google, если напишите, там крякнутые версии есть. Можно и... то есть, крякнутые версии одобряются использовать. Да. И вот эти голограммы можно убрать. Если хотите, я могу отправить вам вот эту программу. Да, буду крайне благодарен, если вы скинете мне ссылочку на скачку. Да, я сейчас номер свой напишу на этот чат WhatsApp-ский, да, вы мне напишите, я вам бесплатную версию отправлю, без проблем. Тогда у вас никакой голограммы и надписи ничего не будет. Осы чатқа жібере аласыз ссылкасын? Zoom-ның чатына. Мен номерімді жазып жібердім. Осы WhatsApp-қа хабарласыңыздар. WhatsApp-қа жазып, электронды адрестарыңызды берсеңіздер, мен сіздерге программаны жіберетін боламын. Және begjet.com сайтында жіберемін. Алмас мырза, егер программаны маған жіберсеңіз, ары қарай мен білім бөлімдеріне өзім таратайын, өйткені сіздің мазаңызды алып кетуі мүмкін ғой енді. Бір емес, бірнеше адам жазады сізге сосын. Иә, өйткені көп адамдар жазады маған, шыны керек. Онда мен сізге жіберейін, Арайлым Ардаққызы, одан өзіңіз тарата саласыз, иә. Иә, жоқ, әріптестер сөйтейік, иә, бірінші мен алайын, сосын сіздерге электронды пошталарыңызға жіберемін. Жақсы. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сервис бойынша. Сосын құрметті әріптестер, мен айта кетейін, мына жерде жаңағындай қатысушыларымызды енді сіздер жаңа білім басқармасы болғандықтан да аудандарыңызда енді мұғалімдерді қатыстырасыздар бұл жерде. Қатыстырған кезде жаңағындай УМЦ-ның YouTube каналына кіретін болсаңыздар, менің былтырғы барлық курстарым бар. Жаңа ол жерде Әділбек, бізде орыс тілінде өткізген, мен қазақ тілінде өткіздім, Еркебұлан деген кісі бар өткізген. Сол жерден толыққанды қайтадан жаңағындай курсты қарастырып өтсе болады. Кешіріңіз, сол курс қалай аталады ютубта? Ютубта 3D панорамалық тур деп аталады ғой. Сіз мектептен сұрап тұрсыз ба? Иә. Білім бөлімдерінің әдіскерлеріне мен барлық сілтемелерді жіберген болатын. Қай жақта хабарласып тұрсыз? Жезқазған қаласы. Жезқазған қаласының әдіскері мына шахмардан өткендегі ссылкаларды жібересіз бе мұғалімдеріңізге? Мен группаға жіберген болатын, информатизация группасына. Жақсы жіберілген негізі. Тағы да бір жібере салыңыздар. Жақсы. Извините, а потом еще один вопрос. Насчет сайта Begjet. На этот сайт отдельная регистрация требуется или нет? Регистрация требуется. Перед входом надо обязательно регистрацию сделать. Там очень легко. Там напишите свой номер телефона, фамилия, имя, отчество и обязательно существующий электронный адрес. Туда вам приходит логин и пароль, и по нему вы можете заходить. Здесь можно не только вот Panatur, да, загружать, можно использовать для своих личных целей, то есть можно создавать сайты и так далее. Вас понял, благодарю. Хорошо. Еще есть вопросы? Әріптестер, сұрақтарыңыз бола ма тағы да? Жоқ, түсінікті бар, рахмет. Барлығы түсінікті ғой, мен осы бүгінгі видеоның ссылкасын тоже группаға жіберетін боламын. YouTube каналға жүктелетін болады. Егер де бір түсінбейтін жерлер болса, ұмытып қалған болсаңыздар, YouTube каналға кіріп қарауларыңызға болады. Жақсы, рахмет. Түсіндіргеннің өзінде міне көрдіңіздер ғой, 15-20 минут уақытын ғана алды. Түсінікті барлық. Рахмет. Онда мастер-классымызды аяқтаймыз. Жақсы, рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.